Жарты ғасырдан бері Қызылорда қаласының қуат көзіне айналған жылу электр орталығы 1996 жылға дейін көмір жағып келді. Шаруашылық қызметінен шыққан күл қалдық қазір 40 гектардан астам аумақты алып жатыр. Жел тұрса күл жиналған тоғаннан көтерілген шаң тозаң тұрғындарды әбігерге салуда. Облыс орталығының шет жағына орын тепкен Қызылорда жылу электр орталығы қазандықтарынан шыққан күл үйінділері бұрындары сумен басылатын. 1996 жылдан бастап мазут отымен жұмыс істеп, кейін толық ілеспе газға көшірілді. Содан бері күл төгілмейді, шөгіндіге суда себілмейді. Қаланың кеңеюіне байланысты қоқыс полигонының дәл маңына 2004 жылдан бері жеке тұрғын үйлер шоғырлана бастады. Жел тұрса болды, көмір күлі қолқаңды қабады, үй ішін ыс басып қалады. Тетістің мына жақта несі бар жаңағы? Күл бар жиналған. Ол келетіні кір жайып қойсаңыз далаға жаздың күні. Бітті бәрі қап-қара ыс боп шыға келеді бәрі. Балдар ойнайды, немерелер шығып ойнайды, мысалы мына жерде тас қараңғы, құм сосын шашырап. Солар енді дұрысталса дейміз, реттелсе деп сұраймыз, жаңағы сұрайтынымыз. Бұл мәселе тұрғындар тарапынан жыл сайын дүркін көтеріліп келеді. Дегенмен күрделі проблеманың күрмеуі көп болып, әлі күнге нақты шешу жолдары қарастырылмады. Биыл ғана тиісті органдар мойын бұрғандай. Облыстық мәслихаттың шешімімен осы көмір күлі орналасқан жерді рекультивация жасау немесе қалдықтарды баламалы түрде жарату мәселесін шешуге байланысты облыстық әкімдікке тапсырма шешім қабылданды. Онсыз да күрделі климаттық жағдайда өмір сүретін тұрғындар күл қоқыстың шаң тозаңынан құтылсақ дейді. Қамбар Бекенов, Әлхайдар Тұрлыханов, Қызылорда.